Қазақ руханиятының биік шыңына айналған тұлғалардың бірі Мұхтар Шаханов. Мұхтар Шаханов 1942 жылы оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келді. Қазақы тәрбиемен өскен бала Мұхтардың бойында ұлттық рух ерте қалыптасты. Мұхтар Шаханов тек ақын емес, қоғам тағдырына бей-жай қарамаған қайраткер болды. Ол қазақ тілінің мәртебесі, ұлттық құндылықтар мен тарихи әділдік үшін күресті. Мұхтар Шаханов ауыр тағдырды бастан өткерген, отбасында дүниеге келді. Анасы 13 құрсақ көтергенмен, сол балалардың ішінен тірі қалғаны жалғыз Мұхтар еді. Бұл қасірет ана жүрегіне өшпес із қалдырды. Болашақ ақын осындай қайғымен тағдыр сынағын көріп өсті. Мұхтар Шаханов өмірінде бірнеше рет отбасын құрған. Ақынның 3 жары болғанда туралы айтылады. Оның балалары бар. Ол әкелік жауапкершілік пен отбасы құндылықтың жоғары бағалаған тұлға ретінде танылды. Өміріндегі барлық қиындықтарға қарамастан Мұхтар Шаханов халыққа рух сыйлаған үлкен тұлғаға айналды. Мұхтар Шахановтың қазақ өнеріндегі достары Қадыр Мырзәлі, Нұрғиса Тілендиев, Төлеген Айбергенов, Олжас Сүлейменов және досы, ағасы болып кеткен әрине ол Шәмші Қалдаяқов. Мұхтар Шаханов пен Шәмші Қалдаяқов 16-ға жуық ән жазған болатын. Шәмші туралы мына бір сұхбатында баяндап кетті. Шәмші екеуміз 16 әнді бірге жазған екенбіз. Ақпан, кешікпей келем деп ең, тағы да осы сияқты толып жатқан өлеңдер ғой. Шәмші әкесі Қалдаяқ өлерінің алдында біздің үйге келді. Ауруханада жатыр екен, содан кейін біз үйге алып келдік. Содан кейін енді әкесі айтты, мен жүргел жатырым о дүниеге деді. Шәмшіге айтып, Шәмші, сен арақты әлі күнге дейін бөшкелеп ішіп жүрсің ғой. Сондықтан мынау саған бір өтінішім, Мұхтар не айтса соны орындайсың деді. Мұхтар еріне арақ тигізбеген ақын, жалғыз ақын. Сондықтан осы не айтса соны орындайды. Шәмші менен 12 жас үлкен еді. Содан кейін Шәмші айтты, мен онда бүгіннен бастап Мұхтарды Мұхтар демеймін, Мұхтар аға деп айтамын деді. Сол өлгенше мені Мұхтар аға деп кетті ғой. 2022 жылы 16 маусымда ұлт ұясы Ұлытауда өткізілген құрылтайда Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Мұхтар Шахановқа Қазақстанның еңбек ері марапатын табыстаған болатын. Себебі оның әдебиетке, тілге және ұлт руханиятына қосқан үлесі орасан зор болды. Ақын халық жадында марапатпен емес, ел үшін жасаған еңбегімен қалды. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы қазақ халқының жүрегінде мәңгілік із қалдырды. Осы тарихи сәтте Мұхтар Шаханов жастардың шындығын қорғап, олардың тағдырын ашық айтуға күш салды. Ол Мәскеуде арнайы комиссия жұмысына қатысып, қазақ жастарына тағылған жаланың алынуы үшін күрескен тұлғалардың біріне айналды. Мен бірден Горбачевқа жетіп бардым да, мен мынау арал проблемасын айтуға маған 3 минут, 5 минут сөз берсеңіз деп өтініш жасадым. Сол кезде Горбачев байқамай, мынау Шахановқа 3 минут сөз беріңдер деп тапсырма беріп қайтым. Содан кейін маған сөз беріп келгенде мен арал жөнінде бір ауыз сөз айтқан жоқпын, желтоқсан шындығын жайып салдым. Можно обвинить 5000 людей, 10 000 людей и 100 000, но нельзя же обвинить национализм весь казахский народ. Слово «казахский национализм» – это обвинение всему казахскому народу. Поэтому мы обращаемся с просьбой об остановлении справедливости, снять с народа суровые и незаслуженные обвинения. Бомба болды, бомба жарылғандай болды. Оны кейін барлығы жабылып, Горбачевтан бастап, бәрі мені тоқтатуға күш салды. Мен ештеңені бүкпей түгелдей желтоқсан шындығын ашып салдым. Ұлттың жанайқайы болуға туылған азамат еді шындығында. Оны ол сияқты басқа адам әрі өлең оқып, әрі ұлттық мәселелерді онымен бірге көтеріп, жаңағы айғайлап тұру көбіне жараспауы да мүмкін, ал мұқаңа сол жарасатын. Ақын болу
оңай дейсің бе қарағым, ол деген сөз аузында болу, сыздаған барлық жараның деп Мұқағали айтпақшы. Мұқағали тура осы өлеңді Мұхтар Шахановқа арнап жазды ғой деп ойлаймын өзім. Оңтүстік Қазақстаннан Мұхтар Шаханов дегенді шақырдық. Тракторист болып жүреді екен. Шын болса, трактор айдадым дейді, бірақ соған мен аса сене бермеймін. Отырған шығар трактордың үстінде. Бірақ сол май болып трактор айдағанына мен өзім аса сенбеймін. Өткен кейін байқадым оны. Соны шақырдық, ол мәселе трактор айдамағанда емес, мәселе жазуында. Соның алғашқы кезде жақсы істеді. Кейін үлкен ақын болып кетті. Ақын болғаннан кейін оған тапсырма беру, оны бәлен жаз, түгенді жаз деп бұйрық айту, ондай мүмкін болмай бара жатты. Ол асаулау келді ақын. Көтер қане басыңды, күніңді босқа өткізіп бедің, тағдырың неге сұрайды сараң, өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздық деп кім айтты саған? Кім айтты саған тұлпарды сүрінбейді деп, асауды мінілмейді деп, ақ көйлек кірлемейді деп, қара ешкім жүген ағаш қайтадан гүлдемейді деп? Кім айтты саған жұрттың бәрі мейірбан арайлы деп, жұрттың бәрі шындықты қалайды деп, биікте ардақтайды деп, асылды қорлатпайды деп? Кім айтты саған? Сөздің көркі мақалея, шалдың көркі тоқалея, жігіт көркі тақыры, сақалея, деп Мұхтар Шаханея. Мұхтар Шаханов тағдыр тауқыметін көрсе де рухын жоғалтпаған тұлға. Ол поэзия арқылы халықтың жанын сөйлетті, шындық үшін күресті, ұлттық тілімізді сақтауға өз үлесін қосты, ұлттық рухты қорғады. Оның өмір жолы қайсарлықтың, адалдықтың және елге деген махаббаттың символы. Мұхтар Шахановтың есімі мен мұрасы халық жадында мәңгі сақталады.